1988 жылы Питер Куилл есімді баланың анасы қайтыс болды. Содан соң баланы өзге ғаламшарлықтар ұрлап әкетті. Араға шамамен 20 жыл өтті. Питер Куилл өзіне жұлдызды лорд деген лақап тағып алған. Ол Морг деген ғаламшарда белгісіз сфераны ұрлайды, және осы кезде бір топ әскерлер пайда болады. Бұл әскерлер Ронан есімді крилікке жұмыс жасайды екен. Ронан жаралаушы, таныс есімді титандыққа қызмет етіп жүрген қолбасшы. Әскерлер сфераны алғысы келгенмен жұлдызды лорд қашып кетеді. Ғарыш кемесінде Куиллға Йонду звондайды. Йонду бір топ қарақшылардың лидері, Питер Куиллді ұрлап кеткен бастық. Питер мен Йонду ұрсысып қалып, Куилл өзі сфераны сататынын айтады. Оған Йонду ашуланып, Питер Куиллға іздеу салады. Бұл кезде Ронан таныстың асыранды қызы Гамораға сфераны алып келуге жібереді. Жұлдызды лорд Ксандра ғаламшарында сфераны сату үшін келеді. Осы кезде Куиллді Гамора табады да екеуі сфераға таласады. Сол кезде тағы бір ағаш және бір енот та бұл шайқасқа қосылады. Бұл екеуі Питер Куиллді Йондуға апарып сыйақы алу үшін жүрген еді. Барлығы төбелесіп жатқанда олар полицияға ұсталып қалады да ғарыш түрмесіне жіберіледі. Бұл жерде әйелі мен бала шағасынан Ронанның кесірінен айырылған Дракс есімді жігіт те бар екен. Гамораның танысқа және Ронанға қатысы бар болған соң ол Гамораны өлтірмекші болды. Бірақ Драксқа Питер, сен Гамораның арқасында танысқа және Ронанға жақындай аласың. Соның арқасында оларды өлтіресің деу арқылы Драксты тоқтатады. Ал Питердің Гамораны өлімнен арашалау себебі Гамора арқылы сфераны сатып алатын сатушыларды табуға болады. Сөйтіп жұлдызды лорд, Гамора, Грут, Ракета, Дракс төртеуі Гамора білетін сатушыға сфераны сату үшін Ракетаның жоспары арқылы түрмеден қашады. Сөйтіп барлығы ежелгі тіршілік иесінің қаңқасында өмір сүретін Замвения дейтін елді мекенге келеді. Бұл жерде ешқандай заң жоқ екен. Дракс ішіп алып Ронанды осы жерге шақырады, ал қалғандары коллекционерге сфераны сатуға келеді. Коллекционер сфераның ішін ашқанда ішінде шексіздік тасы бар екен. Бұл таспен бүкіл әлемді жойып, билеуші болуға болады екен. Осы кезде коллекционерге құлдықта жүрген қыз әлемді билеу үшін тасты ұстап қалады. Бірақ оның денесі күштік көтере алмай жарылып кетеді де коллекционердің үйі тасталған болады. Барлығы аман қалып, енді тасты ғарыш полицияларына беруді жоспарлайды. Осы кезде бұларға Ронан келеді. Дракс Ронанмен шайқасады, бірақ Ронан Драксты изи ұтады. Ал Ракета, Куилл, Гамора кішкентай ұшақпен әскерлерден қашып жүр. Таныстың екінші асыранды қызы Небула Ронанға қызмет етіп жүргендіктен Гамора отқан ұшақты жарып жіберіп, сфераны алып кетіп қалады. Гамора естіссіз ашық қарышта ұшып тұр. Питер өзінің адресін Йондуға жіберіп, тәуекелге барып Гамораны құтқаруға шығарады. Йонду оларды тауып алады. Бұл кезде Ракета жерге түседі, ал Грут Драксты құтқарып қалыпты. Йонду болса Куиллді өлтірмек болып жатты. Сол кезде Куилл бірге күш біріктіріп, Ронанның шексіздік тасын алып келем деп аман қалды. Сол кезде Ракета, Дракс, Грут шабуылдап жатыр екен, және олар Куиллді тұтқынынан шығаруды бұйырады. Куилл оларға бәрі дұрыс екенін айтады. Бәрінің қайтадан басы қосылды. Бұл кезде Ронан шексіздік тасына қолы жетіп өзінің балғасына салып қояды да енді таныстың қолында жұмыс жасамайтынын, Ксандраға өзі келіп шабуылдайтынын, одан шығып әлемді жаулайтынын айтады. Небула болса таныстың сатып кетіп, Ронанның жағына өтеді. Ронан Ксандраға соғыс ашты. Бұл кезде Питер мен достары және Йонду әскерлері полициялар Ронанды тоқтатуға шығады. Ронан өзінің балғасы арқылы полицияларды өлтіреді. Бірақ Куиллдің командасы кемеге кіріп үлгерді. Дракс Ронанның сенімді әскерін өлтіреді. Гамора Небуланы жеңеді, бірақ Небула қашып кетеді. Дракс Ронанмен шайқасады, бірақ тағы да ұта алмай қалды. Сол кезде Ракета ұшақпен кемеге шабуылдап Ронанның кемесін құлата бастайды. Грут өз денесінен қорғаныш қабат жасайды және өзін құрбан ету арқылы достарын құтқарып қалады. Ронан кеме ішінен аман сау шығады да балғасымен жалғыз өзі Ксандраны құртпақшы. Онымен бірге өз сөзінде команданы галактика сақшылары деп атап қалады. Куилл Ронанның көңілін аулап тұрғанда Дракс балғаға атып қалады. Құлап бара жатқан тасты Куилл ұстап қалады да денесі күшті көтере алмай жойыла бастайды. Гамора, Дракс, Ракета Куиллге жақындап тастың күшін бөледі және тас арқылы Куилл Ронан
Ионды өлтіреді. Сол кезде Ионды тасты алуға келеді. Куилл басқа сфераны беріп жібереді. Ионды кетіп бара жатқанда Куиллді әкесіне бермей қалғанына қуанатынын айтып қалады. Полициялар Куиллдің командасының барлық қылмысын кешіріп, топты галактика сақшылары деп атай бастайды. Және олардың зерттеуінше Куилл тек жартылай адам, сондықтан ол тасты ұзақ ұстағанын айтып қалады. Полициялар Куиллдің кемесін толық жөндеп береді. Куилл өзінің анасы берген соңғы сыйлықты ашады да, ішінде анасының сүйікті әндері бар екен. Фильм соңында ракета егіп қойған Груттың бұтағы тіріліп қимылдай бастағанын көреміз. Торды санамағанда галактика сақшылары ғарышта оқиғалар жайлы түсірілген Марвел кино ғаламындағы ең алғашқы фильм. Фильмде бір-бірлеріне көмектесу, ұжымдасуы жақсы көрсетілген, онымен бірге әзілдері де бар, және де олар өте қызықты және күлкілі, және де әрбір кейіпкердің оқиғасын өте керемет суреттеген. Жалпы фильм тамаша, көруге кеңес берем.